Қайырлы таң, қазақстандықтар, қазақ елім. Жалпы соңғы кезде аты шулы Асар баспана бағдарламасы, және мен соның мүшесімін. Мен сол Асар баспанада осы не істеп жүрмін? Менің Асар баспанада осы не шатағым бар деп, мысалға менің көптеген туыстарым сұрайды. Не ақшаң жетпей жүр ма? Өмірің жаман ба? Жоқ халқым. Ол жерде емес, мен қазір өзімді толығырақ айта кетейін. Менің білдей бір емес, екі қызыл дипломым бар. Экономика ғылымдарының маманымын, және де математика пәнінің мұғалімімін. Модератор санатындағы қызық болып жатса. Бірақ соның өзінде өз қолым өз аузыма жетпей жүрген жайым бар. Өзім түгілі, өз отбасым түгілі, пенсияда отырған ата-анама көмектесе алмай отырған жайым бар. Өз оқушыларының жағдайын көріп, әл-ауқатын көріп, олардың отбасының қаңғып жүргенін көріп отырған жайым бар. Мінеке, қаншама жыл заводта жұмыс жасап, артрит, артроз, бронхит, бронхиальная астма, неше түрлі аурулардың букетін жинап, емделе алмай отырған пенсионерлерді көріп отырған жайым бар. Тұрып отқан қаламды көрсеңіз, Совет одағында қалып қойғандай. Ал маңындағы ауылдарды үстіне бомба түсіп, бомбардировать етіп, екінші, үшінші ұлы отан соғысы осы Балқаш қаласынан жүріп өткенде жағдайда отырмыз. Үкіметке еш өкпеміз жоқ. Үкіметтің қазір жағдайы келмей жатыр ма? Жақсы, мейлі. Бірақ біз асарлықтар бірігіп, бір қолдан жең, бір қолдан бас шығару мақсатында жиналдық. Ойлаңыздаршы, 19 миллион халқы бар адам 1 теңгеден жинаса 19 миллион, ал 10 теңгеден жинаса 190 миллион теңге. Ол біреудің қарызын, біреудің кредитін, біреудің жағдайын жақсартуға жетпей ма? Әрине жетеді. Сондай мақсатпен жиналып отырған жағдайымыз бар. Асар баспана бізге не үшін керек? Ол неліктен 90 мың халық осы Асар баспанаға бірікті? Ақша табу мақсатында ма? Жоқ, әрине. Олар өздерінің болашақтарын ойлап, болашақтары, бала-шағам, өзімнің қарттығым қалай болады деген сұрақпен ғана бұл жерге бірігіп отыр. Қолымыздан келгенше амал етейік, кәсіпорын ашайық, бір-бірімізге асарлатып көмектесейік, бірімізді біріміз қолдап, осы тығырықтан шығып қалайық деп бірігіп отыр. Бұл жерде ешқандай пирамида емес, түпкі мақсаты елімізді өркендету, кәсіпорын ашу, екі көзі жәутеңдеп отырған қарттарды жақсы қартаюға, әдемі қариялық шақ сыйлау біздің мақсат. Кәрілікте сіздер екі балаңыздың қолыңызға қарап, балам бір нан бір кефир әпер деп отырған жақсы ма сіздерге? Әлде олардың санаторийда демалып, рахаттанып, бір-бірімен қауышып, сөйлесіп, осы өмірге риза болып, немерелеріне көмектесіп жүргені жақсы ма әлде сіздерге? Ойлаңыздаршы халқым. Көп сөйлемей, ұзын сөздің тоқ етері. Бұл жерде Асар бізге не берді жалпы? Ол бізге үлкен үміт берді. Болашаққа деген үмітті берді. Ешқандай сіздердің айтып отырған миллион ақша емес мәселе. Бұл жерде қарсыз өмір сүру. Балаларымызды жақсы жерде жетілдіру. Яғни жарқын отбасыда, ақшасы жоқ отбасыда ұрыс болады. Балалар түнімен ұйықтамай сабаққа келіп, сабақта ұйықтап отырады. Себебі ата-анасы түні бойы ұрысып ақша үшін. Сондай жағдайлар бар енді. Өз көзіммен көргенді айтайын мен сіздерге. Ал Асар бізге үміт сыйлады, жарқын болашаққа деген арман сыйлады. Арманымызды ұрламаңыздар. Үкімет, өтінемін. Асар Қазақстанға сізбен бірігіп жұмыс істегісі келеді. Қазақстанды бірге көтергісі келеді. Сіздер өз шаруаларыңызды реттей беріңіздер. Біз бір-бірлерімізге көмектесіп, осылай өз шаруамызды реттей берейік.